Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында ілгек тігіп және де яғни петля тігіп үйрететін боламын. Бізге осындай лапка керек болады. Лапка бұл каждый машинаның өзінде болады, және де осындай ілгек керек болады, және де бізге мата керек болады. Ең алдымен осылай ілгегімізді қойып өлшеп аламыз. Бізде өлшегенде, яғни бізде жасаған петлямыздың екі шеті шығып тұру керек болады. Бізде мұнда ұзындығын өлшеп аламыз линейкамен. Ұзындығы бізде 2,5 сантиметрді көрсетіп тұр. Осы белгілеп алған бойынша біз қазір тігетін боламыз. Машинкада сіздерге айта кететін болса, бізге осы 1 мен 4-тің аралығындағы узорларды алатын боламыз. Яғни жаны, арты, алды деген сияқты көріп тұрғандарыңыздай кезек-кезек, және де бізде арасындағы арақашықтығы 0 мен 1-дің аралығын көрсетеміз. Және де бізде осы машинкамыздың өзі тігу барысы 4 сантиметрді алатын боламыз. Ендігі кезекте осы лапкамызды салатын боламыз. Бізде лапкамызде мұндай өзі диаметрмен берілген, сол диаметр бойынша қазір қойып тігетін боламыз. Міне достар, лапкамызды салды. Ендігі кезекте астына матамызды саламыз. Осылай мана дәл белгіленген нүкте бойынша лапкамызды сол бойынша инені соған қадап қоятын боламыз. Мына жерде жарық болғасын дұрыс көрінбей тұр. Мына ручкамен көрсеткендей осылай инемізді қадап қоямыз. Бізде мына жерде біз біріншісіне қоямыз, және де сол арақашықтығы өзінің несінде тұра береді, яғни 0 мен 1-дің аралығында тұра береді. Жай ғана лапкамызды басып тігеміз. Жай ғана кішкентай ғана көмек береміз, яғни матамызды кішкене ғана итеріп отырамыз. Қатты күшпен емес, жай ғана итеріп осылай тігіп отырамыз. Келесіне ауыстырамыз 2-ге, яғни 1-2 рет осылай тігеміз. Ендігі кезекте ішке қоямыз, яғни артқа қарата жүру үшін. Дәл манағыдай бір қалыппен осылай ұстап отырамыз, яғни кішкене ғана көмек беріп отырамыз. Ендігі кезекте 4-ке қоямыз. Тағы да үсте 1-2 рет тігеміз. Міне достар, тігіп болдық. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі болып шығады. Асты ешқандай шайнамайды. Осылай бір қалыппен тігсеңіздер болады. Ендігі кезекте осындай кусачканың көмегімен, бізде кусачка деп айтылады, жайлап қана осындай пайппен осылай ортасын қиып шығамыз. Міне достар, дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында өте оңай жасалады. Жасап көріңіздер. Міне бізде ілгегіміз оңай өтті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.